Қайырымдылық қор дегенді білеміз, соңғы кездері эндаумент қорлар деген тіркесте құлақ шалып жүр. Бүгін мәжіліс бірінші оқылымда осы қордың жұмысын реттейтін заң жобасын қарады. Оның негізгі мақсаты не? Қорға қандай талаптар қойылады? Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменовамен бүгін осы жөнінде сөйлессек. Қош келдіңіз біздің студияға. Саламатсыздар ма? Сонымен Жұлдыз ханым, ең әуелі енді қайырымдылық қоры мен эндаумент қорының ара-жігін ажыратып беріңізші. Жалпы эндаумент қорлар Қазақстанда қазір тіркелген жұмыс жасап жатыр. Бірақ олардың саны қайырымдылық қор секілді көп емес. Небәрі 21 эндаумент қоры ресми тіркелген. Эндаумент қордың қайырымдылық қордан қандай айырмашылығы бар? Жалпы эндаумент қор дегеніміз, мысалы, сіз бен біз екеуміз бірігіп, жеке тұлға ретінде эндаумент қор құраламыз. Сіз белгілі бір қаражат саласыз, мен бір белгілі қаражат саламын. Сол екі қаражат қосылып, эндаумент қордың қаражаты болып есептеледі. Бірақ оның қайырымдылық қордан бір ерекшелігі, мына ең алғашқы салым қаражаты жұмсалмайды. Ол тұрады. Бірақ осы қаражатты енді инвестиция қылып, бағалы қағаздарға, депозиттерге, басқа да бір қаржылық механизмдер арқылы оның кірісін көбейтуге болады. Сол кіріс көбейген кезде аталған кірісті біз әлеуметтік жаңағыдай қайырымдылық бағдарламаларына жұмсай аламыз. Енді бұл заң, үкімет әзірлеген заң, бізге келген кезде дәл осы мәселелермен келді. 15 жұмыс тобы өткізілді. Сол 15 жұмыс тобының аясында нақты өзгерістер жасалды. Бірінші, эндаумент қор дегеніміз енді жаңағы қаржысы бәрі белгілі ғой, бірақ оның енді нақты қайырымдылық бағдарламасы. Салған ақшаның белгілі бір шегі бола ма, жоқ, бәрі бір ма? Белгілі шегі болмайды. Өйткені біз эндаумент қорға бір шектеу қойғымыз келмей тұр. Неге? Өйткені біз үшін бұл жаңа, шын айту керек, жаңа механизм. Сондықтан да бұл жерде біз икемді норманы қарастырып отырмыз. Жұмыс тобында бұған қатысты шектеу бола ма, ең төменгі шектеуге байланысты нормалар талқыланды, қызу талқыланды, да болды, бірақ біз түсінуіміз қажет. Қазіргі таңда жалпы қайырымдылық мәдениетін, қайырымдылыққа түскен қаражатты тиімді ашық жұмсауға байланысты бізге заңнамалық тетіктер қажет. Сондықтан дәл бастапқы этапта біз шектемейміз. Кейін болуы мүмкін. Кейін шектелуі мүмкін, бірақ бұл жұмыс жасалғаннан кейін. Енді эндаумент қор дегеніміз бұл жалпы өзінің мерзімі бар, өзінің жұмсалатын бағыты бар қайырымдылық бағдарламасы және оның адресаты болады. Біріншіден, қайырымдылық бағдарламасы 8 бағытқа жұмсалады. Білім, ғылым, инновациялық қызмет, бұқаралық спорт, медицина, дәрі-дәрмек, сонымен қатар әлеуметтік бағдарламалар. Бұдан басқа ашығы болмайды. Бұдан басқа бағыттарда жұмыс жасалмайды. Енді пайда алушы, яғни адресат. Бізде көп сұрақ болды. Мысалы, қайырымдылық қорына қаражат жинайды, ол адресатқа жетпейді. Енді проблема бар ғой. Сондықтан біз заң жобасына нақты жаздық. Пайда алушы, яғни адресат, соның өтінішімен әлеуметтік бағдарлама қабылданып бекітіледі. Сол кезде пайда алушыға дейінгі уақыт мерзімі әлеуметтік бағдарламаның, қайырымдылықтың негізгі бағыттары әрбір эндаумент қордың жарғылық капиталында арнайы бекітілетін болады. Міне осы ашықтық механизмдері бүгінгі таңда эндаумент қорға сенімді оятады. Сонымен қатар эндаумент қорларға, мысалы, үлкен меценаттар өзінің қаражатын салып, бізде енді қазір үлкен білім саласында, ғылым саласында қорларымыз бар. Тіпті медицина саласында жүрек орталығында эндаумент қоры бар. Қазақстан халқына қоры бұл да эндаумент қор. Яғни осындай қорлардың халықаралық қазақ тілде эндаумент қор құрғанын білеміз. Мемлекет басшысы алғашқы өзінің жеке салымын салғанын да біз білеміз. Сондықтан да осындай мысалдар көбейеді деп санаймыз, өйткені оның заңдық негізі қалыптасып отыр. Келесі мәселе, 10 мың барлық активтері эндаумент қордың 10 мың айлық есептік көрсеткішті қамтыған кезде ол 30 миллионнан жоғары, сонда ол лицензияланған сенімгерлік басқаруға береді. Яғни сенімгерлік басқару деген кез келген компанияға бере салмайды, лицензиясы бар. Яғни осы кірісті жасай алатын,
оны арнайы бағалы қағаздарға салып, соның кірісін көрсете алатын, сондай лицензияланған, мамандандырылған компанияға береді. Және енді бұл жердегі бүкіл қаражат кейде бізде қалай болды, кейде осындай қорды құрады, оның әкімшілік басқаруға қаражаты көп кетеді. Мысалы, қамқоршылық кеңесіне, немесе атқарушы органдарына шығындары соған көп кетеді. Ал біздің эндаумент қордың негізгі бағыты бұл әлеуметтік бағдарламалар, білім бағдарламалар. Сондықтан қаражаттың барлығы басқару компанияға кетпес үшін біз ол жерді кәдімгідей шектедік. Негізі бұған дейін 1% болып келген, барлық активтерінің орташа құнының 1%, біз оны 0,5%-ға дедік. Сонымен қатар жаңа 30%-ды 15%-ға деп көрсеттік кірістерінің. Неге? Өйткені біз үшін барлық кіріс, барлық активтер негізі басқарушы компанияның басқару шығындарына кетпеу керек. Жалпы халыққа, әлеуметтік бағдарламаларына, біліміне, ғылымына кету керек деп ойлаймын. Сондықтан да біз барынша бұл мәселелерді қарастырдық. Жұлдыз ханым, бізде қайырымдылық қорларды белгілі бір орган қадағаламайды ғой, былайша айтсаңыз. Мысалы, Әділет министрлігі қайырымдылық қорларының тіркелуіне жауап береді деген іспетте. Қазір Мәдениет және ақпарат министрлігіне жұмыс тобы істеп жатыр. Мына алдағы заң жобасына өзгерістер қандай енгізсек екен деп бас қатырып жатыр. Оған мына елімізде болған бірталай оқиғалар әсер етті. Дәл осы эндаумент қорларындағы ақшаның қалай жұмсалуын, бұған да ешкім айтарлықтай бір жауап бермейді ме? Қалай қадағаланады осы? Өте орынды сұрақ. Неге? Үкіметтен бізге енгізілген кезде жалпы аудит бойынша ешқандай мониторинг жүргізетін механизм болған жоқ. Бүгінгі таңда депутаттардың ұсынысымен кез келген эндаумент қор оның активтерінің мөлшеріне қарамастан жыл сайын тәуелсіз аудитке жатқызылады деген норма қабылданды. Яғни, ол жерде 10 теңге болсын, ол жерде 30 миллион жаңағыдай кіріс актив қаражаты болсын, оның барлығы жыл сайын актив аудитке жатқызылатын болады. Және ішкі аудит емес, тәуелсіз сыртқы аудитке жатқызылатын болады. Бұл нені көрсетеді? Бұл біріншіден қаржылық реттеу механизмін көрсетеді. Екіншіден жалпы қаржының тиімді жұмсалу механизмін көрсетеді. Және үшіншіден біз енді қайырымдылық мәдениетіндегі қаржыны шын айту керек, оның да сұрауы бар ғой. Соны нақты қадағалайтын функцияны заңмен реттеуіміз қажет деп санаймын. Сондықтан да біз бұны қарастырдық. Бүгін мәжіліс қабырғасында министр Саясат Нұрбек айтты, салықтық жеңілдіктерді де қарастырамыз деп. Бізде қазір салық кодексінің жаңа редакциясы талқыланып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Біз бірінші оқылымда оны қабылдадық, концептуалды, екінші оқылымға талқылап жатырмыз. Салықтық преференция қарастыру бойынша біздің бірқатар депутаттарымыз ұсыныс енгізген, оның ішінде 4 депутат, бірақ бүгінгі таңда үкімет тарапынан қолдау таппады. Енді бұл жердегі мәселе не? Ұсынылған түзетулерде мынандай. Яғни сізбен біз екеуміз бірігіп салым салдық. Сол салымнан 100% вычет жасау, салықтық вычет жасау деген ұсыныс берілді. Содан кейін жаңағыдай өзіндік преференцияларды. Енді бүгінгі таңда үкімет жалпы егер біз осындай салықтық жеңілдіктер жасайтын болсақ, онда эндаумент қорлардың білімге, ғылымға жұмсалуына байланысты күдік туады. Яғни бәрі тек қана салықтық жеңілдік үшін ғана ашып кету, жаппай ашып кету қаупі бар деген секілді ойларын ортаға салып отыр. Енді бұл үкімет өзі әзірлеген заң. Қайырымдылық қорлары бүгінгі таңда салықтық жеңілдіктерге жатады. Оның ішінде қазіргі таңда арнайы салықтық режим қарастырылып отыр, шағын және орта бизнеске, сонымен қатар өзінің қаражатына байланысты. Менің ойымша, бұл жерде сондай бір үлкен проблема жоқ. Әлемде мысалы Гарвард, Йель, Стэнфорд, ол жерде салықтық преференциялар бар, үлкен преференциялар. Бірақ енді олардың даму тарихы, қалыптасу тарихы 150 жылды қамтиды. Сондықтан бұл біз үшін енді ғана қадам басып келе жатқан механизм, жаңа ғана қадам басып келе жатқан механизм. Сондықтан бұны қарастыру керек деп санаймын. Ал енді сіз айттыңыз, медицина, спорт дедіңіз, білім, осы салалардағы эндаумент қорларының көптеп болуы айтарлықтай. Осы салаға біз енді аянбаймыз ғой, біз білімнен аянбаймыз, медицинадан аянбаймыз. Бюджеттің шығын кәдімгідей экономдауға әсер етеді деп айта аламыз ба біз ауыз толтырып? Біріншіден, егер меценаттар
бізде енді меценаттар пулы қалыптасып келеді. Сонымен қатар бізде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі заңмен белгіленген. Әлеуметтік жауапкершілік деген кезде осы меценаттық қазіргі таңдағы не қалыптасып келеді мәдениет. Менің ойымша бүгін инклюзивті білімге, инклюзивті технологияға байланысты акцент айтылды. Сондықтан мүмкін осы кеңейтуге тура келетін шығар. Оны жұмыс тобында талқылайтын боламыз екінші оқылымға дейін. Бірақ менің ойымша енді нақты республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы оған сәл жеңілдеу болады. Неге? Меценаттар өзінің қаражатын ауылдың баласының біліміне жұмсағысы келсе, ауылдың баласының дәрі-дәрмегін алып беруге жұмсағысы келсе, заңмен белгіленген қаржы адресатқа дейін баратын, сонымен қатар оған шын мәнде көмек, қайырымдылық жаңағыдай бағдарламасы қабылданатын заңның бар екендігін біледі. Бұл жердегі жалпы меценаттың тұлғалығына, меценаттың қайырымдылығына енді соған қарау керек болады. Заң бұған дейін құқықтық арна болған жоқ. Қазір құқықтық арна белгіленген қолайлы арна бар. Біз жұмыс тобында көбінесе осы қаржының адресатқа дейін жетуін және адресаттың осы қайырымдылық бағдарламасын пайдалануына байланысты қаржылық механизмдерді көп талқыладық. Яғни ешқандай лазейка болмасын, ешқандай асыра сілтеп пайдалану болмасын деген мәселеге біз көп қарастырдық. Сондықтан да оның бәрін қаржы нарығын реттеу жаңағыдай агенттігі бар, барлығымен талқылай отырып қабылдадық. Сондықтан да менің ойымша, республикалық бюджетке әрине жеңілдік болады. Бүгін бірінші оқылымда депутаттардың тарапынан қандай ұсыныстар сіздерге түсті және алдағы уақытта олардың қайсысын сіздер енгізуге қарсы емессіздер? Ақылға қонымдысы, бүгінгі таңда енді мәдениетке байланысты ұсыныстар түсті. Яғни егер құрылтайшылар идеологиялық тұрғыдан немесе біздің конституциялық құрылымға қарсы келетін мәселелерді тықпалайтын болған жағдайда осындай шектеу нормаларына байланысты ұсыныс келіп түсті. Бірақ біз бұл ұсынысты осы депутаттарға айтқанға дейін, талқылағанға дейін 15-ші жұмыс тобының отырысында өзіміз үкіметпен бірге талқылағанбыз. Қазір бізде шектеу нормалары әзірленіп жатыр. Бірінші, бұл әрине теріс пиғылды контентке байланысты, теріс пиғылды іс-әрекетке байланысты. Сонымен қатар құрылтайшылардың да, енді бұл жерде студенттерге олар қайырымдылық жасайды, соларға да теріс пиғылды іс-әрекеттерге итермелемес үшін оның барлығын шектеу нормаларын әзірлейміз. Екінші оқылымға дейін осыны қабылдап қарастыратын боламыз. Жақсы, Жұлдыз ханым, көп рахмет. Бүгін ізін суытпай, білден мәжілісте қаралған заң жобасын студиямызға келіп талқылағаныңызға көп рахмет айтамын. Рахмет. Thank you.